бір ал енді құрметті әріптестер, қазір оқу керек па? бұны айтқан себебі өзіміздің ұлттық құндылығымызды дәріптеуіміз керек болашақ ұрпаққа. Осыны айтып, оларға да үйретіп жасап көрсетуіміз керек. Екі форматында сызылғансыз болды. Бірінші топта оқу. Табандылық бұл қиындықтарға қарамастан өз мақсатына жетуге деген сенім мен күш. Бұл құндылықты көрсету үшін қошқар мүйіз немесе құс қанаты сияқты оюларды қолданады. Олар адамның қиындықты жеңуге деген ішкі күшін, табандылығын білдіреді. Мысалы, құс қанаты оюы табандылық пен еркіндікке деген ұмтылысты білдіреді. Ол адамды алға жетелейтін күш пен ұмтылысты бейнелейді. Қайсысы құс қанатын табандылық? Ортасындағы. Келесі топ. Оқып жіберсеңіздер. Адалдық бұл адамның өз принципіне, сөзіне адалдығы. Ою-өрнектерде айшық және қошқар мүйіз адалдықты көрсету үшін қолданылады. Мысалы, айшық оюы адалдық пен шындықты білдіреді. Бұл ою таза жүрек пен адамгершілікті бейнелейді. Сондықтан оны адалдықтың символы ретінде қолдануға болады. Қайсысы адалдық? Өзіңіздің адалдық. Үшінші топ. Жарайсыздар, құрметті әріптес, қандай жақсы бірден айтып. Достық бұл адамдар арасындағы байланыс пен өзара түсіністік. Бұл құндылықты бейнелеу үшін жұлдыз, тал, бұтақ секілді ою-өрнектер қолданылады. Достықтың тереңдігін көрсету үшін осындай оюлардың бірігуі адамның біріктіруші қасиетін және жақын адамдар арасындағы сенімділікті білдіреді. Мысалы, жұлдыз ою достықты, бірлікті, келісімді білдіреді. Бұл оюда бірнеше өзара байланысқан сызықтар мен элементтер көрсетіледі. Олар достық пен байланыс орнатуды бейнелейді. Бірінші. Дұрыс айтасыздар. Осы біздің құндылықтарды тереңірек зерттеу арқылы философиялық көзқараста айтылып жүр. Қазір көп мұғалімдер де біледі, осы оқушыларға дәріптеушісі құрметті әріптестер. Рахмет сіздерге көп.